Достарым қысылмай шықтыңыздар ма? Балжандарың заман ба? Жақсы. Бәрекелді. Я, көктем шықты, наурыз келді, күн жылынды. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ақмол болсын, әр шаңыраққа шаттық әкелсін. Аумин, тілегіңіз қабыл болсын. Бәрекелді. Наурыз бақыт әкелсін. Ата, осы ұлыстың ұлы күні деп не себепті айтылған екен? Ұлыс сөзі, ұлы істеген сөзден шықса керек. Иә, наурыз біздің халқымыз үшін ерекше мейрам. Наурызда күн мен түн тегеледі, табиғат жаңарады. Наурызда үлкен кіші бірігіп, үлкен істерге бастамашы болады. Я, дұрыс айтасыз. Жастар үлкендерге сәлем береді, наурыз халықты біріктіреді. Бұл мерекені көршілер, туыстар бірге қарсы алады. Бір-біріне жақсы сөздер айтады. Жақсы сөз демекші, биыл жақсы жаңалық көп. Солай ма? Иә, сіз сайлауды айтып отырсыз ба? Иә, сайлауды айтамын. Бұл еліміз үшін жауапты іс, біздің азаматтық борышымыз. Иә, дұрыс айтасың. Мына отырған жастар, міне, біздің болашағымыз. 19 наурыз күні біз сендер үшін, еліміздің болашағы үшін бәріміз бірге сайлауға барамыз. Бәріміз бірге дауыс береміз. Бірге наурызды қарсы аламыз.